жас дос. Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге география пәні мұғалімі Каленова Әлия Кендебайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы географиялық номенклатура нысандарын көрсету тәсілі деп аталады. Сабағымыздың мақсаты географиялық номенклатура нысандарын кескін картадан көрсетеді. Бағалау критерийлері, білу және түсіну деңгейі бойынша номенклатура, карта терминдерін біледі, қолдану деңгейі бойынша картадан географиялық объектілерді таба алады. Номенклатура бұл белгілі бір мамандықта, салада, пәндерде қолданылатын терминдердің тізімі. Енді карталар номенклатурасының мағынасымен танысайық. Карталар номенклатурасы көп парақты географиялық карталардың әр парағының орналасқан жерін, немесе оның картаның басқа парақтарына қатысты орналасу ретін анықтайтын шартты белгілердің жүйесі болып табылады. Карталар номенклатурасы карталарға сызықтар салумен тығыз байланысты әскерлерді картамен жабдықтауды ұйымдастыруда пайдаланылады. Карталар номенклатурасы кестелік, карталардың жинақ кестесіне немесе каталогына сәйкес картаның әр парағы әріптік, сандық немесе әріптік сандық белгілерімен белгіленеді. Координаталық картаның әр парағы оның нүктелерінің бірінің немесе парақтың ортаңғы нүктесінің координатасын белгіленеді. Сандық немесе әріптік сандық әрбір параққа сандық немесе әріптік сандық код беріледі. Карта жер бетінің, жұлдызды аспанның немесе оның бөліктерінің картографиялық проекцияларды пайдалана отырып шартты белгілер арқылы жасалған кішірейтілген бейнесі немесе үлгісі деп атасақ та болады. Картадан өзен арнасының, топырақ жамылғысының, жыралардың өзгерінің, елді мекендер мен жолдардың сипатын тағы басқаларды анықтауға болады. Масштаб бойынша нысандардың өзара орналасуы мен байланысын, саралық және сандық сипаттарын анықтайды. Картаның өндіріс пен шаруашылықта, ғылым мен елдің қорғанысында маңызы зор екен. Оқушылар, сонымен бірге карта іздестіру жүргізуде, жоспарлауда, әртүрлі құрылыс ғимараттарын жобалауда кеңінен қолданылады. Балалар, географиялық нысандарды қалай дұрыс табу керек? Картадан нысандарды табу және оларды көрсету үшін көбінесе атлас пайдаланылады. Әрбір атласта географиялық атаулар көрсеткіші болады. Көрсеткіште жалпы географиялық, физикалық және саяси атлас карталарында кездесетін барлық географиялық атаулар әліпби ретімен орналасады. Көрсеткіште елді мекендер мен мемлекеттердің атауларымен қатар нысанның түсіндірмесі, толық немесе қысқартылған деректер болады. Мысалы, Ö әрпімен өзен, Ш сөзімен шығанақ, А әрпімен аралдар, Т әрпімен таулар немесе тағы басқалар бейнеленеді. Оқушылар, географиялық нысандарды қабырға картасынан көрсету кезінде бір қатар ережелерді сақтау тиіс. Суретті көрсеткішпен қолмен жаппай көлегейлемей көрсету керек. Егер картаны сол жағында тұрсаңдар, сол қолмен, ал оң жағында тұрсаңдар, оң қолмен көрсетіңдер. Көрсеткішті жазудың үстіне емес, шартты белгіге қою керек. Ауданы бар нысандарды, мысалы, өзен, жазықтық, теңіз, аралдарды көрсеткішпен контурын жүргізе отырып көрсетеміз. Шығанақ пен түбекті жағалау сызығы бойынша өзенді басталатын жерінен бастап ағыс бағыты мен сағасына дейін көрсетеді. Алдымен бастапқы өзенді, содан кейін өзеннің жоғары жағынан бастап оң және сол жағаларын көрсетеді. Тау жоталарын оның сілемі бойымен көрсету керек. Картада ұсақ нысандар, тау шыңы, жанартау, асу, мүйістер нүктемен көрсетіледі. Сонымен балалар, осы тақырып бойынша
мына тапсырманы орындап жіберейік. Номенклатура дегеніміз не? Географиялық нысандарды топтастырыңдар және кестеге түсіріңдер. Тұран, Балқаш, Алтай, Сырдария, Сарыарқа, Бетпақдала, Жайық, Құсмұрын, Іле, Ұлытау, Каспий, Батыс Сібір. Аталған нысандарды төмендегі кестедегі 4 көзге орналастырыңыздар. Осы нысандардың ішінен тау, жазық, өзен, көлдерді бөліп кестеге түсіреміз. Ал осы тапсырманың жауабын бірге қарап жіберейік. Номенклатура дегеніміз бұл белгілі бір мамандықта, салада, пәндерде қолданылатын терминдер тізімі. Жарайсыздар. Ал енді кестені көрейік. Тау, Алтай, Ұлытау, Сарыарқа, жазық, Тұран, Бетпақдала, Батыс Сібір, Сырдария, Жайық, Іле өзендер, Балқаш, Алакөл, Құсмұрын көлдер тобына жатады екен. Жарайсыздар оқушылар. Керемет, жауаптарыңызға рахмет. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша картаның тілі бұл тек шартты белгіге ғана емес, сонымен қатар топонимдер, географиялық терминдер, мысалы жазық, шығанақ, шыңдарды, сапалық, тұзды көлі, қарағайлы орман деп, және сандық, биіктік және тереңдік белгілері бойынша сипаттамалар да болып табылатындығымен таныстық. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша алған әсерлеріңізді мына сұрақтарға жауап беріп жазсаңыздар. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Қош сау болыңыздар.